Сен химияны ұнатпайсың, бірақ химияны білмей өмірге қаншалықты қауіпті екенін білесің бе? Мысалы, Бірінші дүниежүзілік соғыста химиялық улы газдарды әскери күш ретінде пайдаланған. Фосген, иприт сияқты улы газдар адамның тыныс алу мүшесін күйдіріп, тіпті арты өлімге апарған. Соғыс кезінде химияны нашар білген сарбаздар улы заттарды дұрыс тани алмай және қорғана алмай өмірлеріне қауіп төндірген. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде және Вьетнам соғысында химиялық улы газдарды қолданған және олар халыққа өте ауыр генетикалық аурулар әкелген. Ал енді сізге сұрақ қояйын. Сіз химияны білмейсіз. Өміріңізде қандай қауіпті жағдай болуы ықтимал? Химияны білмейтін адам ол тұрмыстық тазартқыш заттардың да құрамын білмейді. Сондықтан байқаусызда терісін күйік шалу қаупі бар. Мысалы, аммоний мен хлорды байқаусызда араластырып алған жағдайда. Немесе аяқ асты ауырып, денсаулығы нашарлауы мүмкін. Химияны түсінбеген адам ол дәрілік заттардың химиялық құрамын білмейді. Кейбір дәрілік заттардың құрамдары бір-біріне қарама-қарсы болуы мүмкін. Қарама-қарсы дәрілерді бірдей қабылдаған жағдайда денсаулыққа қауіпті. Кей заттар тез тұтанғыш әрі отқа қауіпті. Химияны түсінбейтін адам дұрыс қолданбаудың әсерінен өртті қолдан жасап алуы мүмкін. Көрінген жерге қоқыс тастаған адам да химияны нашар біледі деуге болады. Өйткені қоқыстардың құрамында күннің сәулесі әсерінен улы газ бөлінеді. Мысалы, пластикалық бөтелкелер өте ұзақ жылға дейін шірімейді. Тіпті 500 жылға дейін шірімейтін пластик түрлері бар. Химияны білмеген адам осылай табиғатқа үлкен залал әкеледі. Қылмыс орын алған жерде қылмыскердің қандайда бір ізі қалуы мүмкін. Кейде қылмыскер тергеушіні әдейі шатастыру үшін жалған айғақ іздерін қалдырады. Осы жағдайда криминалист химияны жеткілікті түрде білмесе, онда жалған айғақ пен шынайы айғақты ажырата алмайды. Ғылым білімнің, әсіресе химияның қаншалықты өмірге маңыздылығы жайлы түсіндіретін бірнеше фильмдер бар. Мысалы, мына фильм. Тыңдап тұрмын, база. Нитроглицерин күн көзінде тұрса жарылады. Қайталап айтамын, нитроглицеринді күн көзіне қоюға болмайды. Болмайды. Питер, жұлдарбаңды шеш. Оның атылып кетуі мүмкін. Жарылады. Малкольм! Кәрім! Нитроглицеринді көлеңкеге қойыңдар. Естіп тұрсыңдар, жасыңдар. Питер, қайталашы. Мектеп кезінен химияны түсінгісі келмеген оқушының ғылыми сауаты төмен болады. Ал ғылымға қызығатын мектеп жасындағы оқушылар өзінің өнертабысы мен ғылыми жаңалығын жасауда. Қорытынды, химияны түсінбеу денсаулыққа кері әсері бар. Улану, аллергиялық реакциялар немесе тамақтан улану. Заттың химиялық құрамын дұрыс білмеген адамның тұрмысында мынандай қиындықтар болуы мүмкін, немесе экологияға зиян келтіру мүмкін. Химияны білмеудің қаржылық шығынға қандай қатысы бар деп ойлап тұрған шығарсыз. Химияны түсінбесеңіз, сіз қандайда бір витаминнің химиялық құрамын да түсінбейсіз. Осылайша, химиялық құрамдары өте ұқсас, бірақ бағалары әртүрлі препараттарды байқамай сатып алып, қаржылық шығынға тап болуыңыз ықтимал. Бұл Окей Химия каналы. Видео ұнаса, пікір жазыңыз, лайк бассаңыз, мен алғысты боламын.